Қане балалар, бәріңіз амандасып алайықшы. Саламатсыздар ма? Здравствуйте. Здравствуйте. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Дұрыс балалар. Қане келіңдерші, ортаға шаттық шеңберін ұстап алайық. Кең-кең барғандар. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Жарайсыңдар балалар, орындарына отыра қойыңдар. Балалар, біз өткен сабағымызда үй жануарлары туралы өттік балалар, иә? Үй жануарларына қандай жануарлар жатады екен? Сиыр, қой, жылқы, түйе, ат жатады екен, иә балалар, иә? Үй жануарларының бізге пайдасы бар екен, иә? Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі, иә? Қыс мезгілінде ауа райында қандай өзгерістер болады? Күн суытады. Сосын біз жылы киінеміз, иә? Қар жауады, мұз қатады, иә? Балалар, мен сендерге Абай Құнанбаев аталарының ағартушы, философ, ұстаз, ақын, осы аталардың биыл 175 жылдық мерейтойы болып отыр екен. Соның қыс деген өлеңін сендерге оқып берейін. Ақ киімді денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Балалар, бұл өлеңде не туралы айтылған? Жылдың қай мезгілі туралы айтылған? Қыс мезгілі туралы айтылған екен балалар, иә? Күннің суықтығы. Біздің атамыз күннің суықтығын осылай жырлаған екен, иә? Иә. Ендеше балалар, біздің бүгінгі оқу қызметімізді бастамас бұрын мен сендерге жұмбақ жасырайын. Қанекей. Айқайлайды қанатпай, бұрақ қойған сағаттай. Әдеш, дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше біздің бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы үй құстары екен балалар, иә? Әдеш. Тауық. Балапан. Мінеке қаз. Үйрек жатады екен, иә? Иә, бұлардың барлығын біз үй құстары деп атайды екенбіз балалар, иә? Үй құстарының бізге беретін пайдасы бар ма балалар? Бар, иә? Үй құстарының біз жұмыртқасын жейміз, иә? Сосын етін жейміз. Адамдар жұмыртқасы мен еті тағам ретінде пайдаланады екен балалар, иә? Жүнінен жастық жасаймыз, иә? Балалар, бұл үй құстарының да бізге беретін көп пайдасы бар екен. Сондықтан оны үйде адамдар қамқорлық жасап асырайды екен, иә балалар, иә? Үй құстары немен қоректенеді балалар? Бидай, жем, дәндермен қоректенеді екен балалар, иә? Үй құстарының қоректенетін дәнді дақылдары және үй құстары біздің күнделікті үй жағдайымыздағы барлық тамақтың қалдықтарын жей береді екен. Нанның, қиқымын барлығын, иә? Балалар, енді біз үй құстарын екі тілде қайталап жүрейікші, кәнекей. Ұстап көрдік па? Әтеш. Петух. Тауық. Курица. Қаз. Гус. Үйрек. Утка. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, осы енді үй құстарында сендер сияқты кішкентай балапандары болады екен балалар, иә? Қаздың балапаны мамыр деп аталады екен балалар, иә? Мамыр деп аталады екен. Үйректің балапаны шүрегей деп атайды екенбіз, иә? Тауықтың балапаны балапан деп атайды екенбіз, мінекей. Сендер сияқты бұлардың да кішкентай балапандары болады екен балалар, иә? Біз үй құстары туралы тақпақ білеміз бе? Иә, ендеше кім айтады екен тақпақты? Жанболат айтады ғой. Үйрек айтты га-га-га, шығамын жағаға. Су іздесең мұнда ел, шамал жел бар мұнда да. Жарайсың Жанболат, отыра ғой.
Тағы кім айтады екен? Інжу. Ақтау. Ақтау. Аяқ жүрсем тауықты бір жұмыртқа тауыпты. Жарайсың Інжу. Енді Әмина сен айта ғой. Қазым қампылдап, суда жүрсің салқында, жем берейін жейсің бе, кәмпит берші жейсің бе? Жоқ, кәмпит тәтті болмайды, арпа менен бидай шыр. Жарайсың Әмина. Тыңдағанатасыңдар ма? Иә. Ендеше бізге қонаққа ертекші әжей келіпті. Сендерге айтар ертекші бар екен балалар, иә? Саламатсыздар әже. Балалар, мен сендерге әкелген сыйлығым бар. Соны апайларыңа табыс етейін, иә? Және де бір ертегім бар шағын ғана. Соны сендерге айтып берейін. Ертеде құс дегенде бір шаруаның екі әтеші болыпты балалар. Қолына түскен жемдерін шашып, бағып, қағыпты. Бір күнде шаруа әтештеріне жем шашады. Сөйтеді де екі әтеш бір-біріне қызғанып қалады. Сөйтіп, шұбар әтеш сұр әтешті шоқып, жемнің алдында тұрған жемдерін қызғанып, шоқи бастайды. Бір кездері сұр әтеш байқамаған болып, жей береді жемдерін. Сөйтіп, екі әтеш бір-бірімен жұлыса бастайды. Сөйтіп, екеуі жұлысып атқанда, көршінің тауықтары келіп, жеп кетеді. Сөйтіп, үстеріне дым қалмай, жүндерін жұлып тастайды. Бір-бірінің дос болып жүргенде балалар, бір-біріне қызғанады. Ендеше балалар, мына суретке қарайықшы. Мына суреттегі жаңа әжейдің айтқан екі әтеш ертегісіндегі суреттегі балалар, иә? Екеуі дәмге төбелесіп, үстіндегі мамықтар түсіп қалыпты. Екінші әтеш. Енді біз отырып алып, осы әжейдің әтештерінің мамығын жабыстырып берейікші әжеймен бірге балалар, иә? Мына өлім маған жабыстырып алайық, иә? Кірейді, иә? Тыш, жаймен қазір. Осылай қоямыз. Жағалым. Сен қазір маманың басасың, иә? Саят, иә? Қанеке. Балалар, біреуі ақ әтеш, біреуі тарғыл әтеш екен. Неге? Саят қолымен басалды. Қолымен басалды. Аяқталған жоқ қол әтешіміз. Сендердікі қызыл ғой? Ертегіде айтқан бізге екі әтеші, біреуі ақ әтеш, біреуі тарғыл әтеш екен балалар. Енді осы әтештер өзінің мамықтарын жабыстырылды ма? Кәне қолдарымен сипап көріңдерші, мамықтар қандай жұмсақ екен? Сипап көріңдер. Енді бұдан бұлай екі әтеш тату болатын болды балалар, иә? Енді барлығымыз әжеймен бірге сергіту жаттығын ұстайықшы. Келіндерші кәнеке ортаға.
ұнады ма? Өте қызық па екен? Бізге қандай ертегі айтып келді әжей? Екі әтеш ертегісін айтып келді балалар, иә? Ендеше әжейдің тағы да баратын жерлері бар екен балалар. Біз әжейді шығарып салайықшы. Балалар, сендер жақсы балалар екенсіңдер. Апайларыңды айтқаның болыңдар, иә? Ақылды бала болыңдар. Өркендерің өссін. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар. Дидактикалық ойын ойнайық, иә? Анасын тағып деген. Құштарын өлтір, әтештен басқасы. Енді біз осының балаларын тауып едік. Келе ғой, енді келе ғой. Қай балапан, қай құсты деп ойлайсың? Келе ғой, Жанболат, келе ғой. Бүгін деген екі шойын қашқасын, қазірге? Дұрыс, мінекей балалар. Әр үй құстарында өздерінің кішкентай балапандары болады екен, иә? Үй құстары қалады. Артық дала құстарын алып тастауымыз керек. Қане келе ғой. Жанболат келе ғой. Қай құстарды деп ойлайсың? Иә, дұрыс, ала ғой. Маған келе. Келе ғой, келе ғой. Ал ғой, қайсы құстарды? Амина келе ғой. Амина келе ғой. Қай құстарды қай? Жоқ, ол үй құсын ашытады ғой, иә, тауық. Қай құстарды? Ала ғой. Бұл жетпей ма? Біз бүгін қандай оқу қызметімізде қандай құстармен таныстық балалар? Үй құстарымен таныстық, иә? Үй құстарының бізге беретін пайдасы бар ма екен? Бар екен. Жұмыртқасын жейміз, иә? Етін де жейміз. Адамдар тағам ретінде пайдаланады екен, иә? Жүнінен жастық жасайды екенбіз, дұрыс айтасыздар. Балалар, бұл үй құстар немен қоректенеді екен? Дәндегімен қоректенеді екен, иә? Су ішеді екен, иә? Және үй жағдайындағы барлық қалған нанның, қиқымын, тамақтардың барлығын жей береді екен, таңдамай, иә? Үй құстарын қайда күтіп қаптаймыз біз? Үйде ма? Үйде күтіп қаптайды екенбіз, иә? Иә. Өте дұрыс айтасыздар балалар. Ендеше бүгінгі оқу қызметімізге өте жақсы қатыстыңдар. Ал апайларға сау болыңыздар деп айтайық.